Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Мен сіздермен бүгін керемет құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай, 15 минутта жасалып шығарылатын өте оңай рецептпен бөлісемін. Осылай өте жұмсақ, жұқа болып шығатын. Ол үшін менің каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим деп 2 жұмыртқамызды алып жарып аламыз. Оның үстіне 3 қасық құмшекерімізді салып, оны жақсылап араластырып аламыз. Описанияда қанша мөлшерде, қанша грамм кететінін бәрін жазып кететін боламын. Осылай бір кесе айранымызды алып, оның үстіне 1 қасық содамызды салып, 2 минутқа қалдыратын боламыз. Осылай салмамыздың ішіне 3 қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Өте оңай рецепт. Осылай жасап көрсеңіздер, сіздердің де блинчиктеріңіз өте керемет болып шығады. Осы рецепті ұзақ іздедім. Осы рецепт сәтті шыққандықтан сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Өте керемет рецепт екен. Осы салмамыздың үстіне айранымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Енді оған ыстық су құямыз, қайнап тұрған. Тез-тез құйып, тез-тез араластырмасаңыздар, жұмыртқаларыңыз пісіп қалады. Сол үшін тез-тез құйып, осылай тез-тез араластырып отырыңыздар. Үйде қалып кеткен айрандарыңыз болса, осылай блинчик жасап тастасаңыздар болады. Өте керемет блинчик шығады. Осылай еленген ұнымызды саламыз. Менің ұным еленген. Алдын ала осыны жақсылап блинчиктің көмегімен іртік қалдырмай жақсылап осылай араластыратын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, сұйық емес, қою емес, орташа осылай қамыр дайындайтын боламыз. Салмасы осындай видеодағыдай осылай сұйық емес, қою емес, орташа болу керек. Енді осыны жақсылап араластырып болған екен, пісіретін боламыз. Қызып тұрған тәпеншемізге осылай құйып, шет-шеті қызардау дегенде осылай аударатын боламыз. Бірінші осылай шанышқының көмегіменен шет-шетін осылай ажыратып алып, осылай аударатын боламыз. Барлық блинчиктерімді осылай пісіріп алдым. Бір айта кететін жайт, сіздерге блинчикке арнайы осындай бір тәпенше арнап қойыңыздар. Өйткені жұмыртқа қорып жүрген, күнделікті пайдаланып жүрген тәпеншелеріңіз жарамайды. Блинчиктеріңіз жабысып, қатып, күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін арнайы осындай бір тәпенше арнап қойсаңыздар, сіздердің де блинчиктеріңіз күймей, астын майламай-ақ, осылай барлық блинчиктеріңізді осындай әдемі қылып пісіріп алатын боласыздар. Осылай екі бетінде жақсылап қызартып пісіріп алатын боламыз. Небәрі 15 минутта осындай керемет блинчиктерді пісіріп алдым. Өте оңай рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қасиетті Рамазан айында осындай түрлі видеоларменен, түрлі пайдалы рецепттерменен бөлісіп отырамын. Алдағы уақытта бұдан да керемет пайдалы видеолар түсіретін боламын. Қасиетті Рамазан айында тұтқан оразаларыңыз, тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.